Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз рисовый каша дайындайтын боламыз. Алдымен осылай күрішімізді стаканымызға өлшеп салып аламыз. Сіздер өздеріңіз қанша дайындайсыздар, қанша адамға, солай көп адамға дайындасаңыздар, көбірек қып саласыздар. Осылай сумен жақсылап тап-таза әппақ су болғанша күрішімізді жақсылап жуып аламыз. Осылай бір жуып төгіп тастаймыз. Осылай күрішіңіз тап-таза болғанша жақсылап жуып алыңыздар. Осылай жақсылап жуып аламыз. Тап-таза болғанша жуып аламыз. Осылай содан кейін таза су құйып қоямыз үстіне. Үстіне осылай суларыңызды құйып қойыңыздар күріштеріңіздің. Ал енді күрішкамызға 1 стакан су құйып аламыз. Рисовый кашамызды пісіретін боламыз. Осылай табамызға 1 стакан су, 2 стакан сүт құямыз. Енді газымыздың светін қосып аламыз. Жап-жарық болып, жақсы болып көрініп тұрады. Газымыздың астын қосамыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Қантымызды саламыз. Майымызды саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Қантымыз жабыспай қалу керек астына табамыздың. Енді қайнағаннан кейін үстіне суымызды төгіп тастап, күрішімізді саламыз. Баяу отқа күрішімізді қойып, осылай араластырып отырып піседі. Өте дәмді, балаларыңыз тез жеп қоятын рисовый каша. Жасап көріңіздер, ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер.